Мамаңызға гүл, әлде әйеліңізге сертификат? Қайсысын таңдайсыз? Мамаға гүл. Не үшін? Енді мамамыз алдыңғы орында ғой. Мамаңыз алдыңғы орында, Иә. Мәссаған. Керемет мынау. Мамаңызға гүл ме, әлде әйеліңізге сертификат па? Қайсысын таңдайсыз? Мамам қалада емес, әйеліме сертификат. Әйеліңізге. Мына қараңыз, Қазақ Гриль компаниясынан сіздерге бір қазан қуырдақ сіздерге тегін сыйлыққа тапсырыс берсеңіздер болды, үйлеріңізге дейін жеткізіп береміз адрестеріңізге. Жақсы, рахмет. Мамаңызға гүл сыйлайсыз ба, әлде әйеліңізге сертификат сыйлайсыз ба? Әйеліме сертификат сыйлаймын. Не үшін? Мәңгілік қасында болатын жарым ғой. Мамаңызға гүл ма, әлде әйеліңізге сертификат? Анамызға гүл сыйлайық. Не үшін? Енді осы өмірге алып келген бізді жеткізіп, жетілдіріп баққан адам деп ойлаймын. Алған өз орнымен болады деп ойлаймын. Мына гүл керемет анаңыздың. Мамаңызға гүл сыйлайсыз ба, әлде қызыңызға сертификат сыйлайсыз ба? Анама гүл сыйлаймын, өйткені қызым жоқ. Туысым. Туысқаныңыз ба, керемет. Анаңызға гүл сыйла. Не үшін анаңызды таңдадыңыз? Өйткені әйелім де жоқ, қызым да жоқ, тек анам болып тұр, сол үшін сыйлаймын. Жақсы. Маме цветы или жене сертификат? Что вы выбираете? Конечно, жене сертификат, только жены пока нету. Девушке вообще, девушке, да. Сертификат выбираете, да? Да. Почему? Ну как? Потому что девушка, да, впоследствии жена будущая, она, это твоя семья непосредственно. Мамаңызға гүл сыйлайсыз ба, әлде әйеліңізге сертификат сыйлайсыз ба? Мамам гүл. Не үшін? Енді мамам ғой. Мамаңызға гүл, Қазақ Гриль компаниясынан. Жақсы.